Мамандықты таңдау адам өміріндегі ең күрделі және жауапты қадам. Бүгінгі қонағымыз өзінің мамандығын қалай таңдады? Бірге білеміз. Сұхбатымыздың басты қонағы мәдени демалыс орталығының режиссері Арман Шыңғали Сәкенұлы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер, қайырлы күн баршаларыңызға. Біздің сізге қояр бірнеше сұрағымыз бар еді, соған қысқа нұсқа жауап беріп кетсеңіз. Жалпы осы режиссер мамандығын не үшін және қалай таңдағаныңыз туралы айтып кетсеңіз. Енді бала кезден бұл менің арманым, мақсатым актер болу негізі. Өзім де сол актерлықта оқыдым, білім алдым. Режиссерлықта да өсе келе сол мамандықта игергеннен кейін барып осы жолға, режиссерлық жолға түстім. Көптеген спектакльдер қойып жатырмыз, болып жатыр барлығы да. Енді бұл ұстаздарымның тағылымның тәрбиесі берген білімі. Бірақ негізінен бала кезімнен армандағым сол актер болу, сол мақсатты орындап, сол жолда өнер көрсетіп, сол жолда білім алып, әлде ізденіп жатырмыз. Бұл мамандықты сіз қаншалықты жақсы көресіз және таңдағаныңызға өкінбейсіз бе? Ешқандай өкінбеймін. Енді әр адамның өзінің бір икемі болады. Біреу дәрігерлікке, біреу спортқа деген сияқты өнерге деген икеміміз болғандықтан осы мамандықты таңдап бітірдік, қызмет жасап жатырмыз. Енді біраз болып қалды қызметте жүргенімізге. Сондықтан ешқандай өкініш жоқ. Таңдағанымда өзімнің бала кезімнен таңдағаннан кейін, ұнатқаннан кейін осы мамандықты таңдадық. Бұл мамандықтың қандай қиыншылықтары бар? Қиыншылық көп қой. Енді анау Қадыр Мырза Әлінің өлеңімен айтуға болады бұны. Актер адам Құдайдың берген мінезін құлыптап ұстап ішінде, өшіру керек ол өзін өзге адам болу үшінде. Гамлет болып ойлайды, жүдетіп жұқа жүйкені, ябы болып ойнайды, өзінен өзі жеркеніп. Әр рөлі бір сабақ қояды кейде жын детіп. Күлкісі келіп тұрса да бір боп жылау міндеті. Бірақ та жұрттың көбісі қара тер болып жүр босқа, бір басқа адам әртісі, ал актер адам бір басқа дейді. Сондықтан ең қиыншылығы бұның мүлдем өзіңнің соқпайтын, өзіңнің табиғатыңа соқпайтын адамдар сомды, қиыны сол негіз. Қызығы да сол. Қалай ойлайсыз, осы режиссер мамандығының болашағы бар ма? Әрине бар, болашағы бар. Өнер елдің айнасы ғой. Әр ұлт, әр ел өзінің өнерімен мақтанады және өнерімен кім екенін таныталады. Режиссерлық болсын, қандай өнер болсын, барлығының болашағы бар. Себебі ол ел айнасы болғаннан кейін болашағы міндетті түрде болады. Сұрағымызға жауап бергеніңіз үшін үлкен рахмет. Сізге жұмысыңызда мол табыс, жетістіктер тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет. Осымен сауалымыз аяқталды. Болашақ режиссер мамандығын таңдайын деп отырған түлектер үшін пайдалы болды деген үміттемін. Тыңдағандарыңызға рахмет.